Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Әулет құпиясы 48-ші бөлімі. Доған анасына Мелек үйде жоқ екенін, Мелектің қайда екенін сұрай бастады. Сол кезде Мелек үйде болу керек. Задет Мелек қайда деп Такирді сұрай бастады. Сол кезде ол Кенжомен қашып кеткені жайлы айтқанда Такир әйеліне айқайлай бастағанда Доған: «Әке, болды енді, анама дауыс көтерме» деді. Ал Доған Сефа мен Гүлисанға хабарласып, телефондан ала алмады. Бір кезде Сефа телефонды алғанда артынан біреудің аңдып келе жатқанын айтты. Және де олардан көрінбей қашып кетулерін ескертті. «Жарайды аға» деп айтты Сефа Доғанға. «Гүлисан қаттырақ ұста, бұлардан құтыламыз» деп ескертті. Ал Шағла болса Махинурдың жасырып жүрген кішкентай ғана сандықшасын сыртқа тартып алды, бірақ Махинур бергісі келмеді. Ал Доған болса барлық отбасыларын үйге жинай бастады. Ал Шағла болса әпкесінің жаңа кішкентай сандығын ашпақшы болғанда оған Доған қоңырау шалды, бірақ телефонды алмады. Ал Гүлисан болса не болып жатқан түсінбеді. Ламия қанымда не болар екен дегендей байыппен қарады. Ал Доған болса: «Шемшек сендерге жазып, болмаса бір байланысқан адамдарың болды ма?» деді. Сол кезде Сефада үн-түнсіз көзі бақырайып қарап тұрды. Сол кезде Алтын: «Ешкім ештеңе де көрген жоқ. Білмейді, білсе айтамыз ғой» деп айтты. Ал Гүлисан болса: «Ағама барлығында шайып салу керек. Ағам білу керек» деді. Ал Алтын болса: «Тіс жармаңдар. Егер де Доған білетін болса, онда Доғанның білген Шемшек білсе бізді аямайды» деп айтты. Ал Шағла болса әпкесінің сандықшасының кішкентай сәбидің аяқ нәскиін тауып алды. Ал сол кезде Доған қоңырау шалды. Ал Доған болса Измирдегі ағасындай болып кеткен жанды күтіп алды. Ал ол Қасан деген кісі: «Керемет теңіз жағасындағы қан сарайында үйдеп едің. Не деген сарай мынау?» деді. Ал Махинур болса сіңілісіне ренжіп отқан кейіппен жылап үндемей отырды. Ал Шағла сандықты алып келіп: «Әпке, барлық әлемнің сырларын, құпиясын осы кішкентай сандыққа жасырғаның не? Мен сені жақсы көрем, балаңды тауып берем» деді. Ал Доған болса Пикодан Бехарамның із-түссіз ғайым болып кеткенін естіді. «Үйге қайт» деді. Ал Доған досын, яғни Қасан ағасын барлығымен таныстырды. Сол кезде Бехарам Мелекті алып кеткенін біліп, олар бір жерге барады деп күдіктенді. Сол жерге барғанда алдынан Шағла шығып, ал Қасанның Доғанның Шағланы ұнататыны жайлы шет жағасын естіп қалды. Ал бұлар Кенжоның баяғы ұстаханасына барғанда Кенжоның байлаулы тұрған кейпінде көрді. Ал Кенжо Доғаннан кешірім сұрап, Мелекті құтқара алмағандығын, Бехарамның мені сатып кеткендігі жайлы барлығында ескертіп айтты. Ал Доған олар қайда болуы мүмкін деді. Ал Бехарам болса Мелектіге қол жұмсамақшы болғанда: «Мен Кенжоның сүйіктісіне қол жұмсай алмаймын. Сүйіктің үшін барлығын шыдап үн-түнсіз отыр» деді. Ал Сефа Гүлисанның іші ауырып жатқанын біліп: «Уайымдама, ағалар уже Мелекті тапқан болар» деп айтты. Ал барлығында Доғанға жасырмай айтатынын: «Неге сен кедергі жасап жатсың?» деп Сефаны сұрақтың астына ала бастады. Сефа үн-түнсіз қалды. Сол кезде Гүлисан Доғанға қоңырау шалып: «Аға, сен Шемшек туралы сұрап едің ғой. Сол Шемшектің маған бір жылдан бері, Сефаға тұрмысқа шықпай тұрғаннан бері хабарламалар жазып жүрді. Сол Шемшек сияқты. Аға, сен қалайда үйге кел» деп Доғанға ескертті. Ал Доған кетіп бара жатып артына бұрылып қарады. Ал Шағла да сол кезде артына қарап үн-түнсіз тұра берді. Ал ағасындай болып кеткен Қасан: «Сен ол қызды қатты сүйетін сияқтысың. Жоқ, мен оны ұмытуым керек» деп айтты. Ал Фрат болса Бехарамға: «Кенжоны не істейміз аға?» деді. Ал
Мелекті шемшектен хабар күткен кезде операцияны жасаймыз. Ал Кенжо қазірше мені шек көріп тұра тұрсын. Бірақ ол бәрін түсінеді. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркелеміз.